өсиет. Сендер мәсіхті қастерлейтіндіктен бір-біріңе мойын сұныңдар. Әйелдер иемізге мойын сұнғандай, күйеулеріңе де мойын сұныңдар. Күйеулер мәсіх қауымды қалай сүйсе, сендер де әйелдеріңді солай сүйіңдер. Мәсіх қауым үшін өз жанын құрбан етті. Баланы жастан салсаң тура жолға, есейгенде ол содан таймайды да. Құдайдың тәлімін сақтап балаларыңа үйретіңдер. Балалар, иеміздің еркіне мойын сұнып, әке-шешелеріңнің тілін алыңдар. Өйткені осылай істегендерің дұрыс. Ата-анаңды сыйла, бұл Құдайдың берген алғашқы өсиеті. Сонда жерде игілікті де ұзақ өмір сүретін боласың. Баланы жастан салсаң тура жолға, есейгенде ол содан таймайды да. Құдайдың тәлімін сақтап балаларыңа үйретіңдер. Ал ата-аналар, балаларыңа шектен тыс ұрыспаңдар. Керісінше ақылмен жөн сілтеп, иемізбен жүргендерге лайықты тәрбиелеңдер. Баланы жастан салсаң тура жолға, есейгенде ол содан таймайды да. Баланы жастан салсаң тура жолға, есейгенде ол содан таймайды да. Құдайдың тәлімін сақтап балаларыңа үйретіңдер.